Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Сіздерге бүгін творожный пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай жолмен жасалынады, ұзақ уақыттарыңызда кетпейді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Міне өздеріңіз көріп отырғандай формасын өте әдемі болып ұстап тұратын керемет пирогты менімен бірге жасап көріңіз. Алдымен бізге ұн қажет болады. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізіп алғандығымыз дұрыс. Мен 400 грамм ұнның үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып араластырып алдым. Қантымызды қосып тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстінен бөлме температурасындағы тұрған жұмыртқаны қосамыз. Мен 2 жұмыртқаны қостым. Орташа көлемдегі 2 жұмыртқаны қосып, үстінен сары май қосамыз. Сары май немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Маргариннің майлылығы жоғары түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Мен бұл жерде щедрое лето майын пайдаланып жатырмын. 200 граммдығын алдым. Соны ұнымның үстіне қосып, жақсылап қолымызбен осылай қамыр илеп шығатын боламыз. Бастапқыда қамырымыздың басы бірікпей, қатты болып көрінуі мүмкін. Илей келе майы еріп, бізде осындай жұмсақ қамыр иленіп шығатын болады. Осы қамырды алып, енді тоңазытқышқа жарты сағат уақытқа қоя тұрамыз. Осы арада ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Творогтың неғұрлым майлылығы жоғары түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Бұл жерде 350 грамм творог. Творогтың үстінен бөлме температурасындағы тұрған 2 жұмыртқаны қостым. Оның үстінен 150 грамм қант пен 2 ас қасық жүгері крахмалын қосып алдым. Одан кейін үстінен 2 ас қасық толы қаймақты қостым. Қаймақтың кез келген түрі жарай береді. Енді блендермен жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз біркелкі күйге енгенше араластырып аламыз. Осы орайда маған кішкене қою болып көрінді де, тағы бір ас қасық толы қаймақ қосып жібердім. Сонымен барлығы менде 3 ас қасық толы қаймақ қостым. Жақсылап енді бір араластырып шығамыз. Миксермен араластыра келе бізде осындай өте сұйық, әдемі масса пайда болды. Осымен біздің салмамыз дайын. Жаңағы тоңазытқышқа салған қамырды алып, ортасынан теңдей 2 бөлікке бөлдім. Мен бұл жерде 2 пирог жасайын деп жатырмын. Описание бөліміне бір пирогқа ғана пайдаланылатын заттардың құрамын жазып қалдырамын. Менде диаметрі 24 сантиметрлік осындай кішкентай таба болды. Астына міндетті түрде пергамент қағазын немесе осындай фольга төсесеңіздер де болады. Мен фольганы астына төсеп, оның үстінен қамырымды жайғастырып алдым. Жан-жағынан да жақсылап біркелкі етіп, қамырды төсеп шықтым. Енді міндетті түрде шанышқының көмегімен тесіп шығу керек болады. Сол кезде біздің қамырымыз шикі болмай, әдемі пісіп шығады. Жаңағы дайын болған салманы осының үстіне құйып шықтым. Енді бетін тегістеп шығамыз. Беті тегістелу үшін табаны ары-бері қозғап жерге ұрғылайтын болсақ, осылай біркелкі болып шығады. Бетіне өздеріңіздің қалауыңызға қарай кез келген жемістерді пайдалансаңыздар болады. Мен шиені пайдаландым. Шиенің барлығын дерлік осылай салып шықтым. 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минут пісіріп аламыз. Осылай болып пісіп шықты. Мен пирогым кішкене 5 минут артықтау тұрып қалды, сондықтан кішкене сарғайып пісті. Қалауыңызға қарай бетіне қант ұнтағын сүйіп шықсаңыз да болады. Мен жаңағы қамырдың келесі екінші бөлігінен сметаник пирогын ерекше етіп, зебра тәрізді етіп жасадым. Осылай да дәмі өте керемет шықты. Келесі видеода осы екінші пирогның жасалу жолын көрсететін боламын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Достар, міндетті түрде біздің пирогымыз суығаннан кейін ғана формасынан шешіп, ортасын бөлетін боламыз. Міне біздің пирогымыздың ортасы өте әдемі болып, біркелкі болып шықты. Ешқандай сынбай, үзілмей, салмасы ағып кетпей, өте әдемі болып, жұмсақ болып пісіп шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер.